Бір отбасы, бір ауыл және бүкіл елді дүр сілкіндірген қанды қылмыс. Атырау облысындағы Жангелдин ауылында болған бұл оқиға көпшіліктің есінен кетпейтін ауыр трагедияға айналды. Туыстар арасындағы жанжал соны 4 адамның өліміне ұласып, артында сансыз сұрақ пен қайғы қалдырды. Отбасыма шеттен жөн-жосықсыз араласып, әйеліммен ортамызға шығып ажырастырды. Сонда да біз бөлінгіміз келмей бірге тұра бердік. Сонда да қайта қоқанлық көрсетіп, отбасыма араласуын тоқтатқан жоқ. Осы қылмыстың барлығы сол әйелімді менен тартып алып, 5 баламды саған да жоқ, әке-шешеңе де жоқ деп, өз балаларымен өзімді бопсалап, осындай қылмысқа итермеледі. Атырау облысындағы Жангелдин ауылында жоғалып кеткен отбасыға қатысты резонанстық іс бойынша сот процесі басталды. Бұл іс Атырау облысының мамандандырылған ауданаралық қылмыстық сотында қаралуда. Тергеу мәліметінше, басты күдікті Сұлтан Сәрсемәлиев, әйелі Ақбая Мұқанғалиеваның туыстарын, қайын атасы Мақсот Қарабалинді, қайын енесі Нәсіп Өтешқалиеваны, сондай-ақ әйелінің бауыры Наурыз Мұқанғалиева мен Мейрамгүлді өлтірді деген айыппен сот алдында жауап беруде. Тергеу деректеріне сәйкес, Наурыз Мұқанғалиев 2025 жылдың мамыр айында қаза тапқан, ал қалған 3 адам сол жылдың қараша айында өлтірілген. Сот медициналық сараптама барлық марқұмдардың денесінен 6-дан көп пышақ жарақатын анықтаған. Жарақаттардың барлығы ас үй пышағымен салынған және өлімнің негізгі себебі болған. Атырау облысы прокуратурасының көмекшісі Жандыр Болатбектің айтуынша, Сұлтан Сәрсемәлиевке психиатриялық сараптама жүргізіліп, оның толықтай есі дұрыс екені анықталған, ал оның жұбайы Ақбая Мұқанғалиеваның психикалық жағдайы әлі тексерілуде. Қазіргі уақытта ол Алматы облысындағы арнайы медициналық орталықта жатыр. Ол да күдікті ретінде танылғанымен, әзірге оған қатысты нақты айып тағылып, бұлтараптау шарасы таңдалмаған. Тергеудің алдын ала нұсқа бойынша қылмысқа отбасылық жанжал себеп болған. Құқық қорғау органдары қазіргі уақытта басқа адамдардың қатысы бар екенін анықтамаған. Белгілі болғандай, Сұлтан Сәрсемәлиев қылмыс ашылған кезде Қазақстан аумағында болмаған. Ол 2025 жылдың желтоқсанында шекараны заңды түрде кесіп өткен. Кейін оған халықаралық іздеу жарияланып, 2026 жылдың 24 ақпанында Индонезияның Ламбок аралындағы Сенару ауылында ұсталды. Оның жанында бірнеше телефон мен жеке куәліктер тәркіленген. Тергеу мәліметінше, олардың кейбірі жоғалған отбасы мүшелеріне тиесілі болуы мүмкін. 2026 жылдың наурыз айында Сәрсемәлиев пен Ақбая Мұқанғалиева Атырауға жеткізілді. Қазіргі уақытта Сәрсемәлиев тергеу изоляторында отыр. Ол өз кінәсін мойындаған. Бұл қайғылы оқиға алғаш рет 2025 жылдың сонында белгілі болды. Марқұмдардың туысы полицияға ағасы мен оның отбасы жоғалып кеткені туралы арыз жазған. Жоғалған отбасы Қызылқоға ауданындағы Жангелдин ауылында тұрған. Тергеу мәліметіне сәйкес, ерлі зайыпты мен олардың 2 баласы қараша айында үйден шығып кетіп, содан кейін қайта оралмаған. Кейін олардың ұялы телефондары Қазақстанның әртүрлі өңірлерінде қосылып тұрғаны анықталды. Соңғы сигнал Шымкент қаласынан тіркелген. Тіпті туыстарының айтуынша, отбасы мүшелері қайтыс болғаннан кейін де олардың телефондары арқылы дауысты хабарламалар келіп тұрған. Жақындары бұл алдын ала жазылған аудиолар болуы мүмкін деп болжайды. 2026 жылдың 6 қаңтарында шаруашылық қорасынан Мақсот Қарабалин мен оның жұбайы Нәсіп Өтешқалиеваның мәйіттері табылды. Кейінірек Наурыз бен Мейрамгүлдің денелері Атырау маңындағы геолог ықшам ауданынан анықталған. Тергеу дерегі бойынша бұл үйді Сұлтан Сәрсемәлиев жұбайымен бірге жалға алған.
Қазіргі таңда іс қылмыстық кодекстің 99 бабы 2 бөлігі 1 тармағы 2 немесе одан да көп адамды өлтіру бойынша қаралуда. Сонымен қатар мал сату мен банк карталарынан ақша ұрлауға байланысты ұрлық және алаяқтық баптары бойынша да қылмыстық істер тіркелген. 10 мамыр күні сотқа дейінгі тергеу аяқталғаны белгілі болды. Бүгін осы резонанстық іс бойынша алғашқы ашық сот отырысы өтті. Істі судья Зарема Хамидуллина қарап жатыр. Бір кезде бір дастархан басында отырған адамдардың тағдыры осылай қанды оқиғамен аяқталады деп ешкім ойламаған шығар. Бұл іс тек бір отбасының трагедиясы емес, бүкіл қоғамды шошытқан ауыр қылмысқа айналды. Алда соттың соңғы шешімі күтіп тұр. Бірақ 4 адамның өмірін ешкім қайтара алмайды. Достар, осындай оқиғалар сіздерді қызықтыратын болса, арнаға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.